25 жыл бұрын сіз біреуге мен орманға кеттім, сол жаққа жеткенде телефон соғамын десеңіз, мынау не деп тұр? Деп сөзіңізді ешкім түсінбейтін еді. Өйткені заман басқа еді. Сол сияқты бұрын инвестицияда адамдар тек ақша табуды көздесе, қазір тек шотындағы цифрларды барынша көбейтумен бірге қоршаған ортаға да пайдасын тигізуді көздейді. Бүгінгі тақырыбымыз ESG инвестиция туралы. Жусан Инвесттің YouTube каналына қош келдіңіздер. Ал бастайық. 21 ғасырда бизнес өкілдері қоршаған орта мен қызметкерлерге қамқорлық жасамай, әрі қарай даму мүмкін емес екенін түсінді. Ал қаржы сарапшылары ESG саясатын ұсынатын компаниялар тек қана жоғары қарай өсіп отырады деп есептейді. 2020 жылы ESG саясатын ұсынатын қорлар тартқан қаржы көлемі $1 триллион асты. Алдымен бұл ESG деген не мағына беретініне тоқталайық. E. Environment – қоршаған орта. S. Social – әлеуметтік фактор. G. Corporate Governance – корпоратив басқару. ESG факторлар құрамына не кіретінін анықтап алайық. Экология, климат өзгерісі, парник газдары шығыны, табиғи ресурстар сарқылуы, қалдықтар, ормансыздандыру. Әлеуметтік, еңбек шарты, жергілікті қауымдастық, денсаулықты сақтау және қауіпсіздік, гендерлік теңдік. Корпоратив басқару, топ-менеджмент тарапынан марапат алу, жемқорлық, саяси лобби, директорлар кеңесінің гендерлік құрамы мен құрылымы, салық стратегиясы. Осы принциптерді ұсынатын компанияларды ESG категориясына кіргіземіз. Қазір автокөлік шығаратын ірі компаниялардың барлығы электрокөліктер жасап жатыр. Ал табысының бір бөлігін ормандарды сақтауға, ағаш егуге, түрлі қайырымдылық миссияларын жасауға тырысып жатыр. ESG инвестицияның дәстүрлі инвестициядан артықшылығы. ESG инвестицияда ең алдымен адамның өмірлік көзқарасы, еңбек шарты, өмір сапасы сияқты дүниелері тұрады. Компанияның қаржылай көрсеткіштерінен бұрын компанияның әлеуметтік іс әрекеттері бағаланады. ESG инвестиция дәстүрлі инвестицияға қарағанда қатері аздау болып келеді. Morgan Stanley компаниясы жүргізген деректерге сүйенсек, 2004-2018 жылдары ESG қорлардың кірісі басқалармен салыстырғанда 20%-ға кем болса да, оның саяси, репутациялық қауіп-қатердің аздығына байланысты ESG қорлар тиімді болған. Бұл өз алдына инвестициядан түсетін табыс аз болса да, ұзақ мерзімді бағытта тұрақты түрде пайда табуға көмектеседі. ESG саясатын ұсынатын компаниялардың акциясы несімен тартымды? Bloomberg басылымының болжамы бойынша 2025 жылға қарай ESG принциптері бойынша басқарылатын активтер құны, тыңдаңыздар, $53 триллион болады екен. Moody атты инвест компания ESG факторды ескеретін портфельдерге зерттеу жасады. Зерттеу жұмыстары 2010-2017 жылдар аралығында әлем бойынша 1700-ден астам компанияны қамтыды. Нәтижесінде 2014 жылдан бастап ESG саясатын ұсынатын компаниялардың құнды қағаздары оң нәтиже көрсетіп келетіні белгілі болды. ESG принциптерін сақтайтын компанияларда жұмысшылар арасында ешқандай ереуіл болып, жұмыс тоқтап қалу деген оқиға кемде-кем. Өйткені ESG-ға сайлығы уақытында төленетін, жемқорлықтың ауылы алыс компанияда ереуіл болу миға симайтын дүние. Ал ереуіл болмай, жұмыс тоқтамайтын кәсіпорынның акциялары тек алға жылжып отырады. Сондай-ақ бұл компанияларда салық төлемеу, салықтан жалжарту сияқты заң бұзушылық әрекеттері болмайды. Өйткені ESG саясатының талабына сәйкес барлық қаржылай есептер ашық болу керек. Салығын уақытында төлейтін, қызметкерлеріне қамқорлық жасайтын, артық ақшасын табиғатты көркейтуге ат салысатын компаниялармен айлық бермей, үнемі жұмысшылары ереуілде жүретін компанияның акциясы арасында таңдау болса, қайсысын сатып алар едіңіз? Жусан Инвест ESG саясаты аясында не істеп жатыр? 2021 жылы тұрақты даму жолындағы басты қадамдардың бірі компания ішіндегі барлық процестер мен клиенттерге арналған қызметтердің барлығы электронды құжат айналымына көшті. Осылайша бір жылда 115 ағашты сақтап қаламыз. Достар, бүгінгі видеода айтылған ESG саясат туралы сұрақтарыңыз болса, комментке сұрағыңызды қойыңыз. Біз барлығына жауап береміз. Лайк басыңыз, каналға жазылыңыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыз.